Түркістанда ауыл туризміне жаңа серпін беріліп, тарихи мұра мен табиғи көрікті жерлерді туристер үшін тартымды нысандарға айналдыруға басымдық берілуде. Өңірде ауылдық жерлердің табиғи, тарихи және мәдени әлеуетін экономикалық мүмкіндікке айналдыру бағытында нақты жобалар қолға алынған. Түркістан тарихи мәдени мұраға бай, табиғаты көркем өңірлердің бірі. Облыстың ауылдық аймақтарында көне тарихи орындармен қатар тау бөктері, өзен көлдер, табиғи ландшафттар мен этнографиялық ерекшеліктер сақталған. Осындай нысандарды заманауи туристік өнімге айналдыру арқылы ішкі және сыртқы туристерді тартудың әлеуеті жоғары. Ауыл туризмін дамыту аясында тарихи орындарды абаттандыру, туристік бағыттарды қалыптастыру, демалыс орындарын көбейту, ұлттық тағамдар мен қолөнерді дәріптеу, этноауылдар мен отбасылық демалыс орындарын дамытуға ерекше мән берілуде. Мұндай жобалар туристерге өңірдің табиғатын тамашалап қана қоймай, жергілікті халықтың салт дәстүрімен жақынырақ танысуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге ауыл туризмін дамыту жергілікті кәсіпкерліктің өркендеуіне жол ашады. Қонақ үйлер, шағын демалыс орындары, ұлттық асханалар, гид қызметі, қолөнер бұйымдарын өндіру және ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу секілді бағыттарда жаңа жұмыс орындары пайда болады. Яғни туризм ауыл экономикасын әртараптандырудың маңызды тетігіне айналуы мүмкін. Бұл бағыттағы жұмыстар облыс әкімі Нұралхан Көшеровтың жіті бақылауында. Негізгі мақсат ауылдардың туристік әлеуетін толық ашып, тарихи мұра мен табиғи көрікті жерлерді халық игілігіне жарату. Сонымен қатар әрбір туристік нысанның айналасында қажетті инфрақұрылым қалыптастырып, қызмет көрсету сапасын арттыру көзделіп отыр. Түркістанда ауыл туризмі дамыту тек туристер санын арттыру емес, ең алдымен ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беретін маңызды бағыт. Табиғат мен тарихы астасқан ауылдар жаңа туристік орталықтарға айналдыру арқылы Түркістанның туристік картасын кеңейтуге мүмкіндігі мол. Соны туризмге хорика бағытымыз бар. Бүгінгі ұсыныста 3 бағытта 100 ауыл, екінші экотуризм, үшіншісі этнотуризм. Біріншісіне келетін болсақ, 100 қонақ жай ауыл бағдарламасын ұсынып жүрік. Қазір бұл өкімет тараптан да қарастырып жатыр. Біздің куратор Жанасова Сел ханым қазір қыркүйекте президентіміздің жаңағы посланиясына енгізу туралы жұмыстар жүріп жатыр. Осы бағытта бой. Не бұл 100 қонақ жай ауыл дегеніміз? Келесі слайдқа өткізсек. Бізде бәріміз белгілі 9-шы орын. Қазақстанда 3 континенттің ауа райы бар. Соны потенциал ретінде қарастырып, соны ресурс ретінде пайдаланып, ішкі және сыртқы туризмді дамыту.